Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге қамырдың барлық секреттерімен бөлісетін боламын. Суға салып алғанда мүлдем жыртылмайтын, езілмейтін, сынбайтын, беті теп-тегіс болып жайылып шығатын қамырдың рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге керекті 2 дана жұмыртқа. Менде 2 дана жұмыртқа кішілеу, сіздерде үлкендеу болса 1 дана жұмыртқада жеткілікті. 1 пиала су және 1 шай қасық тұз салдым. 350 грамдай ұн салдым. Жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Әр ұн әр түрлі, сол себепті ұнды бірденен салып жібермеңіздер, бөліп салыңыздар. Кейбір ұндар суды сорып алады, кейбір ұндар суды жөнді сормайды. Қамырыңыз қатты болып қалмау керек, жұмсақ қамыр болуы керек. Міне осылай зуалалап кішкене июін қандырамыз. Он минутқа қойып қоямыз бетін күлеңкімен жауып. Дайын болды. Енді жұдырықтың көмегімен домалақтап жайып аламыз. Ұнды сеуіп отырып. Себебі қазір бірденен оқтаумен жаюға болмайды. Ең алдымен жұдырықтың көмегімен домалақтап аламыз. Мен видеода көрсеткендей етіп жасасаңыздар, қамырларыңыз доп-домалақ, теп-тегіс болып, жұп-жұқа, әдемі болып жайылып шығады. Міне осылай шет-шеттерін ұзартып аламыз, кішкене үлкейтіп қамырымызды. Қамырымыз үлкейген кезде оқтауға орап жая бастаймыз осылай. Қамырдың шетін басасыздар, яғни оқтауға ораған кезінде шетін басамыз, ортасына қолдарыңыз бармасын. Егер ортасына баратын болса, қамырларыңыздың шеті қалың болып кетеді да, ортасы жұқарып кетеді. Сол үшін тек қана шетін басасыздар. Бәріне видеода көрсеткендей, тек қана шетін басып отырып, қамырымызды жұқартамыз. Егер де қамырларыңыздың шеті қалың болып кетсе, дәл мен осылай көрсеткендей етіп, шетін жұқартып алсаңыздар болады. Біріктіріп, шетінен орайсыздар. Осылай шет-шетін жұқартып алсаңыздар болады. Бұл қамырды нарынға, кеспе көжеге, май қамырға, ет асқан қамырға пайдалана бересіздер. Мүлдем езілмейді суға салып алғанда. Дана-дана болып пісіп шығады. Міне қараңыздар, жұқалығы дәл осындай жұқалықта болады. Міне қараңыздар, мыжамын, еземін, мүлдем ештеңе болмайды. Жыртылмайды да. Сол қалыпты. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауша белгіні басып, каналымды қолдап кетіңіздер. Каналым одан ары дамуына септігін тигізіңіздер. Дәл осы рецептпен жасап, қамырларыңызды кептіріп қойып, басқа кезде пісіріп жесеңіздер де болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер де сіздер де осылай. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңыз үшін рахмет.